Электрондық шот-фактуралы ақпараттық жүйесіне тіркелу. Тіркелу үшін жеке компьютеріңізден esf.gov.kz сілтемесіне өтіңіз. Электрондық цифрлық қолтаңба арқылы қол қою үшін компьютеріңізде NCLE бағдарламасы қосылып тұру қажет. Басты беттен тіркеу батырмасын басыңыз. Сіз 3 қадамнан тұратын тіркеу бетіне өтесіз. Бірінші қадам жеке тұлға және жеке кәсіпкерді таңдаңыз. Кейін Digital ID арқылы жалғастыру батырмасын басыңыз. Онда ЖСН телефон номеріңізді және SMS арқылы келген кодты енгізу қажет. Бұдан кейін бейне тексеруден өтіңіз. Тексеруден соң қол жеткізу сұранысында рұқсат беру батырмасын басыңыз. Екінші қадамда жеке деректеріңізді тексеріп, электрондық пошта және жеке кабинетке арналған құпия сөзді енгізу қажет. Назар аударыңыз, бұл құпия сөзді міндетті түрде сақтап алу керек. Везунчик Pro провайдердің мобильді қосымшасына тіркелу кезінде қажет болады. Үшінші қадамда екі келісімге қол қою қажет. Бірінші келісім жеке тұлғаның келісімі. Келісіммен танысу батырмасын басып, шарттармен келісіп, өзіңізге ыңғайлы әдіспен қол қойыңыз. Сол әрекеттерді екінші келісімге де қолданып қол қойыңыз. Келісімдерге қол қойғаннан кейін аяқтау батырмасын басыңыз, тіркеудің аяқталғаны туралы хабарлама шығады. Одан кейін электрондық поштаңызға хат келеді. Хаттағы сілтемеге өтіп, тіркеуді растаңыз. Осымен тіркелу аяқталды.